Қытай ертегісі. Сараңдар. Баяғыда бір әйел мен еркек өмір сүріпті. Екеуінің таңертеңнен кешке дейін ойлайтыны қалай баю болады. Әйелі тұрып, тігінші болайық, киім тігейік, дейді. Тігіншілікпен айналысуда жұмыс па, дейді ері. Күні бойы инені сабақтап, жіпті созасың да отырасың. Бекер шаршағанмен ештеңе де таппайсың. Онда бояу кәсібімен айналысайық, деп болмайды әйелі. Бояу кәсібі одан да жаман. Өзіңде болғанасың, айналаңда бояу болады. Ол қандай өмір болмақ? Бұдан да ешқандай пайда жоқ. Олар дауласа келіп, ақыры керуен сарай салмақ болады. Салуын салдау, жұмыстары да жаман болған жоқ, бірақ бәрібір байымады. Бай қонақтар мүлік әкеледі де, оны өздері алып кетеді. Ал кедейден не аласың? Оның өзі аш-жалаңаш. Бірде керуен үйге ақсақалды, ұзын аса таяқ ұстаған, таяғының басына қызыл бояумен қақпа ішіне кіретін болсам, жұрттың бәрін азаптан құтқарам, деп жазылған бір салиқалы қарт келіп кіреді. Күйеуі таяқтың басындағы жазуды көріп, бұл тағдырыңды болжайтын сәуегей емес пе екен, деп ойлайды. Ол шыдамсызданып, мырза, адамды азаптан қалай құтқарасыз, деп сұрайды. Менің бір дәрім бар. Кімде-кім соны ішсе, барлық азапты ұмытады. Қайғы қасірет пен азап көрмегендей болады, дейді қарт. Қарттың бұл сөзін күйеуі мен әйелі естіп, сол сиқырлы дәріңізді сатыңыз деп өтіне бастайды. Қарт келісіп, жартылан өлшеп береді. Әйелі дәріні алып, күйеуіне, біз енді қайткенде де байимыз. Бай қонақтардың күрішіне немесе шайына осы ұнтақтан саламыз. Сонда олар өздерінің қаптары мен теңдерін ұмытып кетеді, дейді. Сәтін салып, келесі күні-ақ керуен үйге бір бай көпес келіп кіреді. Қобдиының сырты інжімен, қаптары жақұтпен, жәшіктері көгілдір асыл таспен, маржанмен қапталған, ал алтын күміс әшекейлері тіпті көп ақ. Сараң қожайындардың көздері жайнап кетеді. Көпестің бөлмеге орналасып, асыл заттарын жинастырып жатқанын күйеуі көріп тұрған кезде, әйелі ас үйде қонақтың шайына, күрішке удың ұнтағын салып жібереді. Қонақ күріштің бәрін жеп, бір шәйнек шайды түгел ішіп алады да ұйықтауға жатып қалады. Шыдамсызданған сараң қожайындар түні бойы көз ілмей дірілдеумен болады. Таңертең көпес кетісімен оның жатқан бөлмесіне кіріп, ақтарып төңкеріп іздеп, ештеңе таба алмайды. Бұрыш-бұрыштарды да іздейді, еденді қопарып қарайды, бәрі бос әлек болды. Асыл заттар түгілі жай тастарды да таппайды. Алдады бізді, қарғыс атқыр қақпас шал, деп айқайлап жібереді ызаланған әйелі. Бұл сиқырлы у болмады. Көпес ештеңені де ұмытпай, бәрін алып кеткен. Өй тасбақаның тұқымы, дейді күйеуі одан да қатты айқайлап. Ұмытшағын, қонғанына да төлемей ұмытып кеткені ме? Шал бізге, уды кім ішсе, сол барлық азапты ұмытады, деп еді ғой. Ал біз оның сөзін дұрыс түсінбеппіз. Сыңайы, сараңдық ақылыңнан адастыратын болу керек.